Сәлем достар, біз бүгін Дастан сериалында Каяның рөлін сомдаған Бурак Беркай Ақгүл туралы қызықты мәліметтер айтамыз. Сондықтан лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол 1997 жылы 1 қаңтарда Ыстанбұл қаласында өмірге келген. Ыстанбұл университетінің геологиялық инженерия факультетінің түлегі. 35-5 академиясында актерлік оқуды аяқтаған. Бойы 180 см, салмағы 78 келі. Бурак Беркай Ақгүл мансабын жарнамалық роликтер түсіруден бастады. Алғаш рет Айдар Шужук пен Жаспер Жумпитурдің жарнамасы арқылы экранға шықты. 2020 жылы актер Мария мен Мұстапа сериалы мелодрамасында Рюзгар Ялченогулуды ойнады. Рюзгар Нисанға ғашық болған әдемі жігіт. Ол Ялченогул әулетінен шыққан. Әпкесі Нихатқа ұқсайды, бірақ ағасы Галиппен ешқандай ұқсастығы жоқ кейіпкер. Осы сериалдан кейін Дастан қаһарман әкем телехикаяларында бой көрсетті. Инстаграмында 100 мыңға жуық оқырманы бар. Интернетте актер туралы берілген барлық мәлімет осы. Түрік баспасөздері тарапынан актерға қатысты қызығушылық жоқ. Ақпарат ұнаса әдеттегідей лайк басуды, пікір жазуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.